Барлықтарыңызға қайтадан сәлем. Сіздермен көріскеніме қуаныштымын. Бүгін мен буллинг тақырыбын жалғастырмақшымын. Бірінші сабағымызда біз неліктен агрессор балалардың бұл әрекетке баратындығы жайлы айтқан болатынбыз. Тағы да осы сұрақты толықтыра кетсем, сонымен қатар баланың психологиялық факторды әрекет етеді. Орысшада самоутверждаться деп айтады, яғни көбінесе балалар өздерін қалай дұрыс көрсету керектіктерін білмегендіктен, олар өзгелерге жәбір көрсету арқылы өздерін күшті екендігін көрсетіп, өз-өздеріне және де мысалы сыныптағы басқа балаларға да осыны дәлелдегісі келеді. Бірақ бұның экологиялық тұсын таппайды. Өйткені самоутверждаться сөзінің мағынасы өзіңді өз-өзіңе дәлелдеу, өзгелерге де өзіңнің қандай екенін дәлелдеп көрсету, өзіңнің және өзгенің көзінше өзіңді бір статусқа бекіту. Және де бұның жақсы әрі жаман жақтары болады. Көбінесе буллер жаман жақтарын таңдайды. Содан кейін әлеуметтік және орта факторы, мысалы оқушылар, басқа сыныпта жәбір көрген оқушы жаңа ортаға келгенде бірден агрессордың рөлін алмақшы болады, өйткені жәбірленуші болғысы келмейді. Бірақ олар бұл системасыз өмір сүруге болатындығын әлі сенбейді бұған. Және де көбінесе агрессорларды бұл іс-әрекет жасауға оның ортасы итермелейді. Сыныптастарының біреуге ызалы болуы, біреуге күлуі агрессорды өзінің жаман іс-әрекеттерін жасауға итермелейді. Және де үшінші сұрақ, неліктен куәгерлер әрекет етпейді? Жаңағы статистикада көрсетіп кеткендей, сыныптың жартысынан көбісі, яғни 63% куәгер болған. Яғни жаңағы сырттай қарап жүретін оқушылар болған. Бұның да өз себептері бар. Ең алғашқы себебі ол оқушының өзін қауіпсіз сезінбеуі сыныпта. Яғни егер де жәбірленуші қорғайтын болса, бір іс-әрекет жасайтын болса, ол оның орнында қалып қалудан қатты қорқады. Сол себептен ешқандай реакция білдірмей отырғанды жөн көреді. Содан кейін жауапкершілік диффузиясы деген ұғым бар. Бұл ұғым, мысалы, сыныптағы бір оқушы неліктен мен қорғау керекпін, неліктен мен айту керекпін, басқа да оқушылар бар ғой, немесе сынып жетекшіміз бар ғой, ол да көреді, басқалар шешеді деп, жауапкершілікті, қоғамдағы жауапкершілікті бір-біріне лақтырғандықтан, өзіне ешкім жауапкершілік ала алмағандықтан, алғылары келмегендіктен, бұл диффузия болып, жаңағы бір-біріне секіріп жүреді бұл жауапкершілік, бірақ ешкім нәтижесінде жәбірленушіге көмек көрсетуге тырыспайды. Және психологияда куәгер эффектісі деген ұғым бар. Бұл ұғымның анық көрінісін біз 1964 жылы болған оқиғадан көре аламыз. Сол жылы Китти атты қыз өзінің жұмысынан кейін кешке таман үйіне келе жатқан болатын. Сол кезде оған бір қаруланған ер адам шабуыл жасайды. Китти қатты бақырып, көмек сұрайды, айқайлайды. Сол кезде ешкім шықпайды, тек көршілерінің біреуі терезесін ашып, «Ей, оны жайына қалдыр» деп бақырады. Бірақ тікелей ешкім ешқандай әрекетпен көмектеспейді. Сол кезде жаңағы адам уақытша қашып кетеді. Китти оның шабуылынан жарақат алып, емханаға бара жатқан жолында жаңағы шабуылшы қайта келіп, оған шабуылын жалғастырады. Осы оқиғада, осы кейста адамдар оқиғаның қаншалықты күрделі екенін түсінбеген, жай ғана сырттай қараған, көмектесуге ынтасы болмаған, араласуға қорққан, әртүрлі себептердің болғандықтан, яғни бұл себеп емес, ол адамның жаңағы сылтауы. Осы сылтаулардың кесірінен Китти емханаға бара жатқан жолында қаза табады. Осы секілді, егер де біз қоғамда тұрған өмір сүретіндіктен, әр адам өзінің іс-әрекеті үшін, яғни жасамаған ісі үшін де жауапкершілік алады. Егер де біз
бір қателікті көретін болсақ, бір дұрыс емес затты, мысалы буллинг кезінде өзіңнің сыныптасыңа біреу жәбір көрсетіп жатса, досыңа немесе университетте оқитын болсаң, группаласыңа біреу жәбір көрсететін болған кезде сен жай ғана қарап отырсаң, бұл да сенің таңдауың болып шешіледі. Бұл да сен яғни сен өзіңе жауапкершілік ала алмайсың, және де өзгенің өмірін жақсартуға ынтаңның болмағандығын көрсетеді. Сол себептен айтқым келгендігі, әрдайым тек өзімізді ғана ойламай, өзгелерге де көмектесуге тырысу керек. Әрине кейбір жағдайларда бір оқиға араласу қауіпті болуы мүмкін, өзің үшін қорқынышты болуы мүмкін. Бірақ тым болмаса сол оқиға аяқталғаннан кейін жәбірленушіге барып оған бір көмектессек, поддержка берсек, сол да біздің бір әрекетіміз болып саналады, және де ол өзін жалғыз сезінбейді. Мәселені шешу үшін әлемде екі өте танымал методика бар. Ең алғашқы методика Кива әдісі деп аталады. Оны фин психологы Кристина бізге ұсынған. Яғни буллингта тек қана агрессор мен жәбірленуші болмайды, ол жерде куәгерлердің болғандығымен, және куәгерлер өте көп болғандықтан, бұл әдісте бізге ең алдымен куәгерлердің жұмыс жасауды ұсынады. Яғни сынып жетекші буллинг болып жатқан сыныпқа барып, әр оқушымен жеке сөйлесіп, оның осы болып жатқан іс-әрекетке деген көзқарасын өзгертсе, яғни әр оқушы өзінің наразылығын білдіре бастаса, бір әрекет жасай бастаса, жәбірленушіні бірге қорғай бастаса, агрессордың қолдаушы ортасы болмайды. Сол себептен ол өзінің агрессорлық іс-шараларын жалғастыра алмайды, яғни оның поддержкасы болмайды. Ал екінші әдіс, ол Пикассо әдісі. Бұл әдісте бізге агрессор баламен жұмыс жасауды ұсынады. Яғни көбінесе мектептерде агрессор балаларды жазалайды. Әрине жазалайтын себептері, оқиғаларда болады. Бірақ бұл әдісте бізге агрессор баланың да көмекті қажет ететіндігін көрсетеді. Сол себептен біз онымен сөйлесу арқылы жұмыс жасауымыз керек. Яғни агрессор бала, жәбірленуші бала үшін қауіпсіз ортаны өзі қалыптастыру керек. Осылай біз агрессор баланың эмпатиясын дамытып, оның эмоционалдық интеллектін көтереміз. Сол себептен ол өзін өзгенің орнына қойып үйреніп бастағанда өзінің бұл жағымсыз іс-қылықтарын жасауды тоқтатады. Және де өз қолымен білдірген затты өз қолымен дұрыстауға тырысады. Дәлел ретінде мен статистика алып келдім. Кива әдісінің статистикасы бойынша 117 мектепте болған эксперимент ретінде қолданылған әдіс 98% жағдайды өте жақсы жаққа шешкен. Яғни шынымен де көмектеседі. Пикассо әдісінің статистикасы 38 оқиғада қолданылып, оның 34-ін жәбірленуші үшін өте жақсы шешкен. Яғни бұл да өте жұмыс істейтін, көмектесетін әдіс болып табылады. Және де мектепте буллинг болмай тұрып, буллинг болған жағдайда ол жердегі оқушылардың рөлін алдын ала анықтауға болатын әдіс бар. Оны бізге Якоб Морен ұсынған социометрия әдісі. Біз бұл әдіс арқылы социограмма құрастырып, сыныптағы иерархиялық картаны көре аламыз. Мореннің айтуы бойынша әр топ екіге бөлінеді, ресми және бейресми. Ресми топқа, мысалы, сыныпта мұғалімнің тағайындаған старшысын жатқызсақ, бейресми топта сыныпта кім-кіммен жақсы араласады, кім-кімді жақтыртпайды, сондай әртүрлі категорияларды анықтай аламыз. Бұны анықтау үшін біз анонимді түрде әр оқушыға 2 сұрақ қоямыз. Бірінші сұрақта сен кіммен бірге саяхатқа шыққың келуші еді, немесе кімді өзің туған күніңе шақырушы едің деп 3 оқушының атын жазуды сұраймыз. Содан кейін екінші сұрақта кіммен бір партада отырғың келмеуші еді деген сұрақты қойып,
1-2 оқушының атын жазуды сұраймыз. Осы арқылы біз мектептегі сыныптағы жұлдыздарды таба аламыз. Яғни көбісі араласқысы келетін оқушылар, содан кейін кімнің тұрақты достары бар екенін таба аламыз. Осы арқылы көбінесе агрессор жұлдыз балада болуы мүмкін. Ал жәбірленушіні біз рейтинг бойынша ең төмен жерде орналасқан баланы көрсек, ол бәлкім жәбірленуші болуы мүмкін. Себебі ол өте аз балл жинайды, немесе негативті балдарды жинайды. Осылайша біз кімнің шектетілетінін де көре аламыз. Назарларыңызға рахмет. Осы сабағым сіздер үшін полезный болды деген ойдамын. Сау болыңыздар.